Саламатсыздар ма достар, сіздермен бірге Жасуан Сойынграев. Мен бүгін сіздерге Майнкрафттағы серверде қалай приватты үйретемін. Ең бірінші мен деген атымды өзгертсем, мысалы Дони деген сияқты. Өз ойыма келген ең бірінші ник. Енді любой осыған кіргім келіп тұр мен топ. Осы серверге кіреміз деп, кірген кезде біз былай жазамыз. Регистр. Өзіңіз қалаған пароль. Содан кейін біз логин. Өзіңіз жаттап алуыңыз керек. Мысалы, ASD 1, 2, 3. Осы сияқты. Міне, болды. Маған енді не табу керек шығар. Қазір шығып мен деген сіздер үйді приватты тауды үйретемін. Ең бірінші біз не? Осы ағашпен. Мынау сіздің. Мынау бірінші жетімен. Мықты приватты алып тұр, сондықтан. Әке жерге барайын, содан кейін сіздерге үйді приваттауға үйретемін. Міне. Мысалы, мынау сіздің мынау бірінші жеті, мынау ас. Міне, мынау ағаш тұрған жер, ол бірінші шетіңіз. А шеті, А точкасы, а мынау Б точкасы деп елестетіңіз. Міне. Мұнда да заприватталып тұр. Сондықтан біз бұлай. Ең бірінші біз деген мұнда да заприватталып тұрған сияқты. Ең бірінші біз бұлай көтерілеміз. Міне. Өзіңіз қалаған биіктікке көтеріліп, міне, бұлай жазасыздар. RG пост бір деп жазасыздар. Ал енді жаңа точкайда, міне, осындай келеміз де кешіріңіздер. Техникалық ақауға байланысты. Міне, осылай біз осылай тек қазып қоймаймыз. Осылай жазамыз да. Енді сол сияқты RG пост 2 деп қоймыз бірақ. Содан кейін сразу RG create деп create өзіңіз қалаған регион. Мысалы, мен Моджан деп қойын. Өйткені бұл Майнкрафттағы компанияның аты. Компания, міне. Егер сізде қанша регион бары біліңіз келсе, ол үшін осы RG list деп жазамыз. Міне, Моджан дегенде регион бар. Біз осылай онда тексере аламыз. Ешкім сізді өлтіре алмайды. Сонымен болған Жасуан Сойынграев. Аман, сау болыңыздар.